Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге 2006 жылы шыққан боевик триллер жанрындағы «Подстава» фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып лайк басып кетіңізші. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал біз үшін үлкен қолдау. Ендеше кеттік. Барлығы көптеген қылмыс үшін жазасын түрмеде өтеп отырған Тимнен бастау алады. Еркек бала кезінде бұзық болып, ал кейін теңіз әскерінде қызмет еткен. Ирактағы әскери қызметінде полковникте соққыға жығып, осы үшін түрмеге түскен екен. Кейін бостандыққа шыққасын сәттілік тағы да еркектің жағында болмай, өзінің ашуланшақ мінезінің салдарынан бағаны көтерген сатушыны сабалап тастап, тағы да түрмеге түседі. Кезекті бостандыққа шыққаннан кейін оның жолдастары дүкен ұрлайын деп шешіп, Тим тағы да түрмеге түсіп қалады. Түрмеде жүргенде ол дереу жергілікті авторитет Джонға ұнамады. Көптеген айлар бойы оны қорлап, тіпті бір күні өлтірейін деп шешеді. Бірақ өзінің әскери тәжірибесінің арқасында Тим ешқандай қиындықсыз оның өзін өлтіреді. Сол түні Тед есімді федералды агент сен түрмеде бір күнде артық жүре алмайсың деп ескертеді. Өйткені Джонның адамдары Тимге тісін қайрап жүр. Сол үшін де еркекке ұсыныс жасайды. Сөйтсе Тим танымал наркобарон Бобби Зиге қатты ұқсас екен. 16 жыл заңсыз сәтті бизнес құрған жігіт бір сәтте жоғалып кеткен. Арада бірнеше уақыт өткесін федералдар оның өлгені туралы ақпарат алған. Бобби Зидің солтүстік Мексикадағы ірі есірткі сатушы Метью есімді әріптесі бар. Қазір ол Тедтің әріптесін өз тұтқынында ұстап отыр. Оның 5 баласының кіндік әкесі болған Тед не де болса өзінің досын құтқарып қалғысы келеді. Ол Метью мен өз досым Бобби Зиге алмастырамын деп келіскен екен. Егер түрмеде қалса өзінің өлетінін білетін Тим Бобби бола тұруға келіседі. Осыдан кейін оның шашын қырқып, тіпті денесіндегі тыртықтарды жасырады. Бірнеше апта бойы Тимге Бобби туралы барлық ақпаратты айтып береді. Сонымен қатар ол Элизабет және Оливия есімді екі әйелді есінде ұстау қажет. Тим жеткілікті біледі дегенде оны түрмеден алып шығып, сол түні Мексика шекарасын аттанады. Метьюмен адам алмасу үшін. Күтпеген жерден Тед Тимді нысана қалады. Еркектің қуанышына орай ол кездейсоқ соқтығысып құлап қалып, оқ Метьюдің бандиттерінің біріне тиеді. Атыс басталып, Тед өзінің досынан айырылып қалады. Ал Тим аман қалып оны Мексикаға алып кетеді. Мұнда барлығы оны Бобби деп үлкен құрметпен қарауда. Метьюдің оң қолы күттіріп қойғанына кешірім сұрап, бастығының бірнеше күннен кейін ұшып келетінін жеткізеді. Демалыс кезінде еркек өзіне ұнап қалған Элизабетті көреді. Метьюдің адамдарының бірі әйелді қорлауға көшкенде арасына түскен Тим әйелдерге бұлай қатынас жасауға болмайтынын білдіреді. Сол түні Элизабет Тимге өз таңғалысын білдіреді. Сен алдын ешкімге бұлай көмектеспейтін едің ғой деп. Кейін оған есірткі тәуелділікпен күресіп жатқан әйелді Оливия туралы есіне салады. Ол 12 жыл бойы Киттің оның баласы екенін жасырып келіпті. Бобби оны тастап кетпес үшін. Сөйтсе Элизабет Боббидің көңілдесі болған екен. Әйел оған Метьюдің оны өлтіргісі келетін құпиясының бетін ашады. Бірнеше сағаттан кейін Тим қашып кеткісі келеді, бірақ бұны Кит байқап қалып, мені өзіңмен бірге алып кетші деп өтінеді. Кейінірек біз қалай Тим мен Киттің қашып кеткенін, ал Метьюдің бандиттері қанша оқ атқандарымен оларды тоқтата алмағандарының куәсі боламыз. Бандиттер олардың артына түседі, бірақ бұрынғы теңіз әскері еш қиындықсыз оларды жайратып салады. Құпияның бәрін Тимге Элизабет айтып қойғанын түсінген Метьюдің оң қолы оған тергеу жүргізуде. Бірнеше күннен кейін наркобаронның өзі де келеді. Ол өзінің ең үздік адамдары Боббиді ұстай алмағанына, ал қыздың ең жақын құрбысы оны сатып кеткеніне қатты ашулы. Джонс мен Элизабетке 3 күн береді Боббиді алдына алып келуіне. Әйтпесе олардың ойына кіріп шықпайтын нәрсе орын алатын болады. Кейін қателігі үшін өзінің орынбасарының көзін жояды. Оның денесін тауып алған Тед Тимнің әлі тірі екенін түсініп, Джонсмен байланысқа шығып, олардың басты мақсаты Мексикада жүргенін хабарлайды. Ал Тим болса қымбат емес пәтер жалдап, соңғы ақшасына көлік сатып алды. Ол ақыры дегенде Китпен тіл табысады. Әкем өзгерген екен деп ойлаған бала болса, оған бауыр басып қалды. Кейінірек Элизабет айтқан жолдасы Манақ туралы есіне түсіріп, одан маған ақша мен төлқұжат дайындашы деп өтінеді. Манақ қазір теңізде, сондықтан жолдасын өз үйіне шақырады. Ал бұл уақытта қонақ үй иесі Джонсонға $20 бұл жерге Тим мен Киттің тоқтағаны туралы ақпаратты ашып қояды. Тимнің пәтеріне жарылғыш орнатып, оның пайда болғанын күтіп отыр. Бірнеше сағаттан кейін Тим мен Кит оралады. Кит есікті ашайын деп жатқанда Тим үйден қимылдарды байқап, баланы алып қаша жөнеледі. Асығыстанып олардың артына түсейін деген Джонсон өз орнатқан жарылғышты ұмытып кетеді. Тим Боббидің жолдасының үйіне қарай жол тартады. Манақ өзінің досының оралғанына қуанышты секілді, тіпті оның құрметіне кеш ұйымдастырыпты. Ол жерден Элизабетті кездестіреді. Әйел алғаш көргеннен ақ сенің Бобби емес екеніңді білгенмін дейді.
Тим оған Бобби қайтыс болды деп жұбатуға тырысып жатқан, бірақ керегі жоқ деген әйел Боббидің өмір бойы тек өзін ойлағанын мойындайды. Тим манақтан өзінің үлесімен төлқұжатын алып тезірек Мексикадан кеткісі келеді. Элизабет ол сенің Бобби емес екеніңді дереу түсініп қояды, сондықтан да мен сөйлесіп көрейін деп үгіттеуде. Бірнеше уақыттан кейін олар Китті қалдырып кеткен үйге қарай аттанады. Сөйтсе оны онда Мэтью өз адамдарымен күтіп отыр екен. Еркекке қалай олар манақпен бірге оны үлкен ақшаға алдап кеткен есіне түсіреді, ал оның қызы Бобби тастап кеткесін өз-өзіне қол жұмсаған. Осының бәрі үшін одан кек алып баласы Китті өлтіргісі келеді. Тим оған бар шындықты айтуға тырысуда, бірақ оған ешкім сенбейді. Осы сәтте босанып шыға алған Элизабет Кит Мэтьюдің немересі екенін мойындайды. Мұны естіген наркобарон баланы алып кеткісі келгенде Тим оларға қарсы шығады. Егер Китті жайына қалдырмасаңдар, мен сендерді өлтіруіме тура келеді деп. Бандиттер оның сөзіне тек күлуде. Китке команда берген Тим баскесерлерді пыржақты етіп, ал Элизабет ашу үстінде Мэтьюді өлтіріп тастайды. Ал бұл уақытта Тед нағыз шынайы Боббидің үйіне келіп, оның баласы бар екені туралы айтады. Тек өзін ойлайтын Бобби арыздануда. Мен мұнда нашар жағдайда теледидарды, спорт каналдарынсыз көрудемін деп. Олардың әңгімесінен біз қалай Боббидің Мэтьюдің оның артына түскенін білгенін түсінеміз. Ол Тедке үлкен қаржы төлепті, оның копиясын тауып Мэтьюге жіберу үшін. Бірақ Тим тек қана тірі қалмай қашып кеткенде олардың жоспары құрдымға кеткен. Кейінірек Элизабет манақтың яхтасына қарай аттанады. Ол ақшаны алып шыққан сәтте Тим қарумен пайда болады. Манақ өзінің бұл жерде артық екенін түсініп, ақшаны қалдырып жай ғана кетеді. Осыдан кейін енді бәрі артта қалды деген Тим қаруын суға тастайды, бірақ еркектің бұл ойы жақсы болып шықпады. Оған сол сәтте түрмедегі Джонның адамдары Тимнің тарапына қарай оқ жаудырады, бастықтар үшін кек алғысы келіп. Тим яхтаны тастап баскесерлерді назарын өзіне аударады. Кит пен Элизабет зардап шекпес үшін. Ақыр соңында Джонның бандиттері оны қоршап алады. Тим мен Тим емес, Боббимін, сендер қателестіңдер деп оларды сендіруге тырысуда. Бірақ баскесерлер алдарында тұрған Тимнің өз екеніне сенімді. Осы сәтте Тед нағыз Боббимен бірге келеді. Біздің басты кейіпкеріміз тағы да өзінің қулығына басып, Тим Тедтің көлігінде отыр дейді. Кімнің кім екенін анықтай алмай тұрғандарында яхта мен Элизабет пен Кит жүзіп келеді. Бала Тимді әкем деп атап, яхтаға секірдеуде. Осы сәтте Тимнің баласы жоқ екенін білетін баскесерлер қателесіп Боббиді Тим деп қабылдап өлтіріп тастайды. Тед оларды тоқтатқысы келген, бірақ оны да Боббидің жағдайы күтіп тұрған болатын. Соңында Тим өзін көргеніне қуанышты Элизабет пен Киттің қасына оралады. Осы жерден фильм де аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.